Армысыздар, құрметті ағайын. Бүгін қоғамдық тамақтандыру саласындағы терминдердің жасалу жолдары деген тақырыпта біраз ақпаратты ортаға салайын деп тұрмын. Жалпы терминология саласының бір бөлігі қоғамдық тамақтандыру терминдері де, сондықтан одан бөліп қарауға болмайды. Жалпы қазақ тілі терминологиясы аса дамыды деп айта алмаймыз. Бұл салада біраз кемшін мәселелер бар. Міне сол мәселелер біз атап отырған қоғамдық тамақтандыру саласына да тән. Басынан бастап айтып кететін нәрсе, бұл термин саласы, бұл ғылыми нысан. Ғылыми нысан болғандықтан бұл саланы ғылыми дәйекті негіздермен қолға алу қажеттігі туындап отыр. Әйтпесе бұған ерінбеген адам өзінің үлесін қосуға ұмтылады. Термин мен лексикалық қордың аражігін ажырату керек. Оның бер жағында жалпы лексикалық базада осындай үстіртін әуесқойлық істердің, әрекеттердің кесірінен ақсап жатқандығы белгілі. Қоғамдық тамақтандыру саласының терминдері жалпы мынадай сатыларды жүйелі түрде қолға алатын құрылымға зәру. Мен 4 сатыны немесе 4 бағытты атап өткім келеді. Бұл термин саласын, қоғамдық тамақтандыру саласындағы терминологияны дамыту үшін бірінші әрине тарихи терминдік ресурстарды қолдану. Біздің тарихымыз өте бай. Сақ, Скип, ғұн, оның бер жағында Дешті Қыпшақ, Осман империясы бар, Алтын Орда бар. Сан алуан әрбір дәуір сайын бұл терминология, бұл лексикалық қор байып келді, ол дамып келді, бірақ соны біз қазіргі дәуірге сәйкестендіре алмай отырмыз. Сондықтан тарихи терминдік ресурстарды қолданатындай бағыт керек, еңбек керек. Екінші, жалпы түркілік ортақ сөздік қордан балама іздеу. Яғни, кешегі Алтын Орда бүгінде биыл мысалға 750 жыл толайын деп отыр. Сол 750 жыл бұрын құрылған Алтын Орда шағатай жазба тілін дамыту арқылы бүкіл түркілік ортақ құндылықты қалыптастырды, дамытты. Яғни, біз сол үлкен ресурстан, әлеуеттен қол үзіп, соны одан әрі қарай зерттеуге, дамытуға қолға алмай отырмыз. Сонымен бірге үшінші бағыт, бұл сөздік қорды жүйесіздіктен арылту. Қазір қай терминологияның қай саласын алсақ та жүйесіздік бар. Белгілі бір ұғымды, белгілі бір сөзбен балама жасай саламыз. Ал ол ұғым бірнеше ұғымдардың, сөздердің жиырмасынан тұрады, тобынан тұрады. Соның барлығы бірдей балама жасалу керек. Бұл жерде жүйесіздік көп. Яғни бұл да ғылыми дәйектің жоқтығынан, ғылыми кірісімнің жоқтығынан, научный подход деп айтсақ. Төртінші бағытты ұлттық сөз жасау мүмкіндігін толық пайдаланып диалог, яғни жаңа сөз базасын жасақтау. Кейбір мен осы салада біраз ізденген адамын, сонда кейбір біздің қазіргі заманға сәйкес жеп ішіп жүрген тағамдарымыздың атауы үшін біз жаңа сөз жасауға мәжбүрміз. Оны мен мысалға бешбармақ сөзіне ұғымына бағыттаған болар едім. Енді қоғамдық тамақтандыру саласындағы терминологияны дамытудың бізде жүйесі жоқ. Бұл жүйе, бұл сала басқа терминологияның саласы секілді стихиялық көріністерге ұшыраған. Мысалға, оның себебі, негізгі себеп бізде ғылыми жүйе жоқ, ғылыми құрылым жоқ. Жекелеген адамдар, авторлар, тіл жанашырлары, әуесқойлар, кәсіпқойлар, аудармашылар, тілмаштар қатысып, жаңағы жүйесіз стихиялық көріністерді қалыптастырып отыр. Амал жоқ, оларды кінәлауға болмайды. Мысалға, мороженое сөзі ұғымы балмұздақ деп кезінде керемет
балама жасалды. Ол сіңді, ешкімнің дауы жоқ. Ал енді колбасаны біз шұжық деп қазақшаладық. Ал өзіміздің шұжығымыз не деп айтамыз онда? Колбаса дегеніңіз мүлдем басқа тағам, басқа ұлттың этникалық құндылық, шұжық біздің құндылық, біздің тағам. Екеуінің технологиясы екі басқа. Оны неге шұжық деп аудардық? Сол секілді сырды ірімшік деп баламаладық. Бұл сырға байланысты мынадай тарихты айтып өтейін. Бұны ірімшік деп алған себебі Крыловтың мысалы бар ғой, түлкімен сауысқанға байланысты. Міне осыны Ахмет Байтұрсынұлы атамыз қазақшалағанда сырды ірімшік қылып алды. Әдеби жағынан ол дұрыс, әдебиетке ол жарасады. Ал лингвистикаға ол келмейді. Ол кезде сырды қазақ көрген жоқ, сырдың не екенін білмейді. Білсе далада ірімшік қана бар. Сол ірімшікті алды ол кісі. Енді соған бола сырды ірімшік деп қазақшалауға болатын деді. Ірімшік болмайды. Ірімшік ол ірімшік. Сыр сыр. Сырды қазақшалау үшін мүлдем басқа сөз керек. Ол мүлдем келмейтін нәрсе. Сол секілді бешбармақ сөзін алайық. Бешбармақ қазақта жоқ сөз, лексикалық қорда жоқ. Беш деп айтылады қазақша. Бармақтың да не екені белгілі, мынау бас бармақ. Қалғаны саусақ. Қырғыздар енді бешбармақ біздің атауымыз дейді, таласымыз жоқ. Онда неге біз соны бешбармақ? Бесбармақ деп не қазақшалап жүрміз оны? Бесбармақ жоқ қой, бас бармақ бар. Онда біздің ең басты тағамыз неге бесбармақ деп аталу керек қазақша? Абсурдтар бар. Бұларды атап отырған себебім, біз осы жағдайды айтпасақ, онда шешімі болмайды бұл саладағы. Осы мәселелер біздің қоғамдық тамақтандыру саласындағы терминологияны дамытпай отыр. Осыларды ашуымыз керек. Шешімін табу үшін әуелі мәселені ашуымыз керек. Енді мен мысалға мынадай сынақ жасадым. Google-ға кірдім де мен шұжық деп жаздым. Шұжықты іздедім. Сонда кілең колбасаның суреттері шықты. Қазақтың шұжығы қайда кетті сонда? Бұл неден? Ол Google-дан емес. Ол біздің колбасаны шұжық деп аударғанымыздан, соны солай баламағанымыздан. Ол мүлдем келмейтін нәрсе. Шапан мен костюмді шапан деп аударуға болмайды, баламағанға. Бұл да дәл сол секілді нәрсе. Енді келдім да шұжықты жазып едім. Колбасаны. Колбаса да шықты. Шұжық та шықты. Сонда біз халықты қазақ тілді ортаны мүлдем шатастырып, қазақ тілінен жеркенуге алғышарт жасап отырмыз. Алғышарт емес, негіз жасап отырмыз. Және сол ғылыми жағынан болып отыр. Ғылыми тілдің теріс кеткендігінен болып отыр. Енді жинанбасаңыздар Google-ға ірімшік деп жазыңыз. Сонда не шығады? Google-ға ірімшік те шығады, сыр да шығады. Ал егерде қазақтың ірімшігі керек болса, оны қайсысын таңдайды? Қазіргі жастар оны танымайды ғой. Бізде де мынау сыр болған екен ғой, мынау деп ойлайды ғой сырды. Ал шынтуайтына келгенде сыр мүлдем бөлек, ірімшік мүлдем бөлек. Ірімшік іріген сүттен жасалады, қайнату арқылы. Сыр ол құрт. Құрттың сәл-пәл өзгерген технологиясы. Сыр негізінде менің шамалауымша Европаға ғұндармен барды. Ғұндар апарды. Бірақ олар сыр деп атамағанша. Енді бешбармақ ұғымына келейік. Бұл туралы менің арнайы мақалам бар, осы зерттеп. Сонау Берелдегі ет салынған астаудан бастап Зейнолла Самашев ағамыз ашқан.
бүгінгі күннің тағамына дейінгі барлығын зерделеп сараптадым өзімше. Сонда ноғайша турама дейді. Кәдімгі турап табаққа салған етті. Турама дейді. Қарақалпақша ол торама. Башқұртша ол салма немесе құлама дейді. Енді біз осы жерде екі нәрсені шатастырып отырмыз. Бізде бұрыннан бірнеше мың жыл бұрынғы осы тағамның атауы бар. Ол ас. Ас беру деген ол үлкен біздің құндылық. Ол тек қана тағамға, тамаққа байланысты емес. Ал ас дегеніміз ол малдың мүшелеп пісіріліп табаққа салынған еті. Ол туралы тереңге бармай-ақ қояйын. Оның табиғи этимологиясы, оның тарихы, ол ас қандай танымға негізделді, оның барлығы мақалада біршама бар. Ал енді содан асты турап, оған дәмдеуіштер салып, оған енді күріш немесе жайма нан салсаңыз, онда ол ас емес, ол мүлдем басқа тағам. Оны қазір бешбармақ деп жүрміз, амал жоқ. Оған орыстар кінәлі емес. Оған біз кінәліміз. Біз сол тағамға атау таба алмай отырмыз. Ескі атаудың бірде-біреуі келмейді. Оны ас десеңіз қабылдамайды. Астың жаңағыдай өзінің сипаты бар. Мысалы. Сондықтан бұған неология керек, неолог керек, жаңа сөз керек. Және ол балконды қылтима деген секілді жұртты жеркендірмейтіндей кәдімгі қазақтың сөз жасамына өте жатық, өзінің тілдік бір бөлігі ретінде қабылданатындай болуы. Әрбір ұғымды, баламаны зерттемеуден шығып отыр. Яғни ғылыми дәйектің жоқтығынан ойымызға келгенді әуес ойланып, ортаға салып, соған пікір айтамыз, пайымдаймыз, көзқарас білдіреміз. Кешіріңіз, ғылымда ешқандай пікір айтылмайды. Дерек пен дәйек негіздеу бар. Білдіңіз ба? Ол болмаған жерде ол жаңағыдай күлкіге айналады. Енді мысалға колбасаның сонда шешімі бар ма деген сұрақ туады. Колбаса бұл түркілік сөз. Ол туралы талай айтылды, жазылды. Оның қолбасы екендігі, оның суреттері де бар. Қолдың басындай кәдімгі. Ол алтын орда заманынан дәуірінен келе жатыр. Бер жағында. Әр жағын қарасақ бәлкім дешті пышақтан болар. Қолбасы деп неге алмасқа, неге қорқамыз? Қолдың басындай. Енді бізге Европадан келген балалардың өте сүйіп ішетін йогурт бар. Йогурт. Бұл йогурт дегеніміз, бұл біздің өзіміздің төл сөзіміз. Бұл ұйғырт, қоймалжың құрт дегенді білдіреді. Бұл бәлкім Оспандық дәуірде ме екен, Дешті Қыпшақ дәуірінде ме екен, Европаға барып, көрдіңіз ба? Жаңағыдай әртүрлі нәрселерді араластыру арқылы дәмдеуіштер мен йогурт шықты. Неге оған бас қатырамыз? Йогуртты йогурт деп. Өзіміздің тілімізбен неге йогурт демеспізге? Ол қоймалжың ғана кәдімгі құрттың бір түрі. Құрттың бірнеше түрі болады. Сұйық түрі болады, қоймалжың түрі болады, кепкен түрі болады, қатырылған түрі болады. Білесіз бе? Ал енді сырға келетін болса, сыр дегеніміз технологиялық жағынан ол ірімшік емес. Іріген сүттен жасалмайды. Ол құрт. Ол да қайнатылады. Оған түрлі дәмдеуіштер, жұмыртқа қосылады, қатырылады. Былай қарасаңыз ол уыз. Бірақ құрт. Уыз құрт деп алсаңыз болды. Қазақтың сөзі ол. Уыз құрт. Қандай әдемі сөз. Сыр ол уыз құрт. Білдіңіз ба? Уызды көрмеген адам әлі оны түсінбейді. Уыздың не екенін. Уыз жаңа туған малдың сүті, соны пісіру арқылы, белгілі бір ыдысқа арнайы қатыру арқылы әп-әдемі сиыр сияқты болып тұрады. Уыз дейді оны, бірақ әппақ болады. Майлы болса сарғыштан тұрады. Міне осыдан уыз құртты алуға болады. Бұл қазақтың өз сөзі, өзінің сөз жасамы. Оған ешкімнің таласы бола алмайды. Енді бешбармақ туралы мен біраз ұсыныстарымды да білдіріп жүрдім. Соңында мен бір жаңа сөзге, неологқа тоқтадым.
Бұл біріншіден астан шығады, астан. Яғни астан шығатын болса, түбірі ас болу керек. Түсініңіз ба? Және оны асап жейсіз қолмен. Аса, және оны бір қолға алғанда ол асан болып шығады. Бір асан ет. Қазақтың жұрнағы бар. Бұла-мық. Білдіңіз ба? Бұлау деген енді қоймалжың дегенді білдіреді. Ол жаңа былғанатын нәрсені білдіреді. Бұлай бұлғанатын нәрсені. Содан бұла-мық. Бұла-мық деген қазақтың асы. Үлкен кісілерге, тісі жоқ кісілерге, балаға береді. Ол кашаның бір түрі. Бірақ өте жаңағы түйірі жоқ. Міне осы сөз асамық деген сөздің өзінен өзі шақырып тұр мысалы. Асамық. Асамық десеңіз, көз алдыңызға асап жейтін еттен басқа ештеңе келмейді. Ал енді оны қалай сіңіреміз, қалай қалыптастырамыз деген сұраққа қазір келемін. Енді біздің барлық дәмханаларда, мейрамханаларда сорпаның бәрі шорпа болып кетті. Ал қазақтың өзінің сөзі неге сорпа тұрмайды сол жерде? Сорпа қазақтың көшпенінің сұйықтаған ғой. Көжесі ғой былай айтқанда, еттен шыққан. Неге біз өзбекше шорпа дейміз? Неге сорпа демеске? Оған әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыз, ол сорпа. Неге біз лингвистикалық комплекстен арыла алмай келе жатырмыз? Лингвистикалық кембағалдық. Оның себебі, оның ар жағында зерделеу, зерттеу, тереңдеу, пайымдау болмай тұр. Көрдіңіз ба? Міне осылардың бәрін қалпына келтірсек, терминология дегеніміз сол, қоғамдық тамақтандыру саласының терминологиясы дегеніміз сол деп ойлаймын. Солай дамиды, солай қалыптасады. Енді қалай дамытамыз деген сұраққа келетін болса, ең әуелі қоғамдық тамақтандыру саласындағы терминологияны дамытуға тұжырымдама керек, концепция керек. Ол негізгі құжат болады. Ол ғылыми құжат болады. Бұл тұжырымдама жағдайды саралайды. Бұған дейін қандай жағдайдамыз, қазір қандай жағдайдамыз, не жетпейді, қандай шешімдер керек, қандай құрылымдар керек. Соның барлығын сараптап бір құжатқа түсіреді. Қандай құрылым қажет, қалай дамыту керектігі сол жерде ашылады. Енді бұл негізгі басты құжат болар еді, терминология. Жалпы бұл тек қана қоғамдық тамақтандыру саласында емес, жалпы терминология керек нәрсе. Жалпы қазақ тілінің терминологиясының концепция керек, тұжырымдама керек, дамыту үшін. Соның бір бөлігі ретінде қоғамдық тамақтандыру саласы да соған қажетсініп тұр сол мәселені шешуге. Енді бізде дамытуға үлкен әлеует бар, ресурстар бар. Осы қоғамдық тамақтандыру саласында орасан зор әлеует пен ресурс бар. Атап өтсек, сонау тағамтану институты бар. Нағыз ғылыми біздің тағамдарымызды ескісін ескілей, жаңасын жаңалай, қазіргі заманға лайықтап дамытып жатыр. Ал енді соның терминологиясын, соның атауларын қалай дамытамыз? Неге сол институт осы жерге қатыспайды? Ол бірден бір міндеті. Жалпы терминология ол ғылымның бір бөлігі. Егер тағамтану институты ғылым болатын болса, ғылыми институт болатын болса, онда терминологияның міндетті түрде бұл институт бір міндет ретінде қолға алу керек. Әрине ол лингвистер қатысу керек болады. Енді технологиялық институттар бар бізде, түрлі. Әртүрлі тағамдарды жасап жатыр, дамытып жатыр. Сол институттар қатысу керек. Сондай-ақ тағамтану технологиясы бойынша кафедралар бар бізде, қаншама институттарды. Яғни ол ғылыми орталықтар, олар зертханалар. Ал олар қазақша егер терминді, баламаларды дамытпаса, сөздік қорды байытпаса, онда олар не істеп жатыр? Немен айналысып жатыр олар? Кімді қалай оқытып жатыр? Нені қалай атауды біз жүйелемесек? Сөздігі әлі дейін шықпаса дұрыстап. Онда бұл оқу орындары не істеп жүрген адамдар? Қалай олар айлық алып жүр? Қалай олар диссертация қорғайды? Тағы бір құрылым бар, ол енді кәдімгі рестораторлық құрылымдар мен қауымдастықтар. Мейрамханалар. Біз барғанда мейрамханада мәзір қазақша емес деп ренжиміз. Неге қазақша емес? Өйткені ана
мейрамханаға жетіп тұрған біздің тағамның атаулары жоқ, сөздік жоқ, олар қайдан алады? Олардың сылтауы жетеді. Оған дейінгі звено, оған дейінгі ғылыми кірісім жоқ, ғылыми жұмыс жоқ, еңбек жоқ. Сондықтан осылай әркім әр жақта шашылып жатыр. Оны жинастырып жүйелейтін ешқандай жұмыс жоқ. Енді жекелеген ғалымдар бар. Осының соңына түсіп, ақтер көктер болып, өле-өлгенше теріп, әр сөзді дәйектеп. Мен бір Айгерім деген қарындасты білем, өзі Алтайдың азаматы, Ресейдің. Қазақстанға көшіп келіп, қазақтың ұлттық тағамын зерттеп, талай біздің тағамдарымызды қалпына келтіріп жатыр. Бүкіл ауыл-ауылды аралап жүр. Қаншама сөздік қорды деп айтып жатыр. Жалғыз өзі. Сондай адамдар аз емес. Неге біз соларды жүйелеп, топтастырып, бір ғылыми алқаны, зертхананы, неге солай болмаса онлайн топқа құруға болады ғой? Меніңше болады. Сонда терминдердің жасалу жолдары қалыптасады, дамиды. Енді қорыта келе айтайын, термин саласы ғылыми нысан, ең әуелі. Сол себепті оны кез келген адамның айналысатын әуестігі ретінде емес, терминология саласының даму көрінісіне айналдыратын құрылыммен қамту керек, құрылым жасау керек оған. Термин саласындағы әуесқой ортаны бірақ та пайдалану керек. Оларды пайдаланғанда жаңа баламаларды енгізу жолындағы психолингвистикалық, тілдік ортада алғышарт жасауға қолдануға болады. Олармен санасуға болады. Олардың пікірін, көзқарасын алуға болады. Өйткені ол да психолингвистикалық негіз, ол да ғылымға жатады. Бірақ көрінген адам бүйдей салған сөзді алып, оны кіргізе салуға болмайды. Менің айтарым осы. Жалпы негізінен қышқыл шығып жатса, құрметті ағайындар, ол осы саладағы терминнің әлде де кешеуілде дамымай жатқандығынан деп қабылдаңыздар. Бірігейік, осы салада ұсыныстарды бірге қолға алайық. Сіздерге көптен көп рахмет айтамын.